Алматының Боралдай Сақ-Қорғанда археологиялық саябағында ұйымдастырылған Ұлы дала көшпенділер әлемі халықаралық этнофестивалі әдеттегідей жоғары деңгейде өтті. Фестивальді тамашалауға 15 мыңнан аса көрермен келді. Биыл өтіп жатқан Ұлы дала көшпенділер әлемі этно-мәдени фестиваліне жалпы 12 мемлекеттен қатысып, 90-ға жуық әншілер, спортшылар өз өнерлерін көрсетуде. Биылғы іс-шараның жалпы негізгі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып, Астана қаласының 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отқан жайы. Сақ-Қорғандарының үлкен алаңында көптеген ақбоз үйлер мен шатырлар тігілген. Фестивальге Мажарстан, Монғолия, Украина, Өзбекстан, Башқұрстан, Дағыстан, Саха-Алтай Республикасы сынды елдерден қонақтар келді. Әр ұлт өкілдері атадан балаға мирас болған салт дәстүрін, ұлттық өнерін көрсетті. Фестиваль керемет өтіп жатыр. Мажарстанда да осы фестивальге ұқсас шара өтеді. Ол құрартай деп аталады. Сол екі шарада мажарлықтар да осындай киіз үйлерді тігіп халықты үгітеді. Көрерменнің саны 240 мыңға жетеді. Ал қазақтар сол фестивальдің құрметті қонағы. Айтпақшы, қазір елімізде әлемдегі ең үлкен құрақ көрпені тігу жұмысы қарқынды жүргізілуде. Бұл құрақ көрпені тігіп жатқан кітапханашылар да фестивальге қатысты. Алматы қаласының орталықтандырған кітапхана жүйесін ұйымдастырумен мына құрақ көрпе 22 наурызда басталған еді. Алдағы уақытта, яғни күз айында Алматы қаласының күніне орай бұл құрақ көрпе аяқталуы тиіс. Оның көлемі 25.500 шаршы метрге дейін жеткізілуі тиіс. Бұл Алатау дәстүрлі өнер театрының өнерпаздары. Олар ұлттық өнердің қаймағы саналатын дәстүрлі әндерді шырқап, фестивальдің сәнін кіргізді. Ұлы дала елі көшпенділер әлемі деген халықаралық фестиваль. Бұған біз биыл екінші рет қатысып отырмыз. Жалпы фестивальдің өзі үшінші рет өтіп отыр. Бірақ біздің Алатау дәстүрлі өнер театры құрылғанына 2 жыл ғана болды. Осы қаламыздың әкімі Байбек мырзаның қолдауымен құрылған. Сондықтан да биыл екінші жыл біз қатысып отырмыз. Ұлы дала көшпенділер әлемі этнофестивалі жастардың ел тарихына қызығушылығын ояту, сонымен қатар Алматының туристік аймағын таныту мақсатында өткізілді. Келушілер фестивальге қатысушы елдердің салт дәстүрімен, мәдениетімен, ұлттық құндылықтарымен танысты. Дәстүрлі шара келесі жылы бұдан да ерекше болмақ дейді ұйымдастырушылар.